Сабақта оқушыны жеңуге тырыспаңыз. Біздердікі жеңіңіз келіп кетеді ғой. Жеңгі дұрыс емес деген сияқты. Одан ақылдырақ жоғары екеніңізді дәлелдемей-ақ қойыңыз. Арасында білмеген сияқты адам сияқты істеңіз, қателесіп ұмытыңыз. Кім еңбек алады, білді болады. Сізден бірінші сұрақ. Олар ана неге даналады да, кипрсқа да. Екінші жігіттер үшінші орында. Сонымен мәселе не болды? Осы дұрыс демейді, негізі әртүрлі беруімде сол кезде белгілі болады деп. Енді сен қарап тұрасың. Бірінші қандай себепке салу керек? Бірінші жоқ. Ана қолдарыңызда оқытуларыңыз бар ғой? Өздеріңізді қалай салуларыңыз керек? Жазушы.